Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге Түркия туралы сіз білмеген ақпараттарды айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ендеше біз видеомызға көшейік. Қазіргі таңда Түркияның басты қалаларының бірі Стамбул. Стамбул тарихи орда мен қорғанға толы. Көне Рим мен ислам мәдениетінің түйіскен бесігі. Сүлеймен Сұлтан мен Хүррем ханшаның жүрген жерін тамашалайсыз. Құбылмалы табиғаттың тосын мінезінен жалығып, жұмыстан шаршаған адамдар бір жылда бір келетін демалыстарын есте қаларлықтай өткізгісі келетіні белгілі. Дәл осындай еңбек демалысы кезінде адамдардың бір бөлігі ыстық теңізді аймақтарға аттанғысы келеді. Сол арқылы қыстың суығынан кейін рахаттанып, өмірден ләззат аласыздар. Сондай елдердің бірі Түркия. Әлемнің туристері үшін қаланғандай бұл қала қазіргі таңда жыл сайын 45 миллионға жуық турист қабылдайды. Түркия Азия мен Еуропа құрлықтарында орналасқан мемлекет. Жер көлемі 783.562 км шақырымды құрайды. Әлем бойынша жер көлемі жағынан 37-ші орын алады. Түркиядағы адам саны 72 миллионнан асады. Түркия 1923 жылы Осман империясының ыдырауының нәтижесінде пайда болған мемлекет. Кіші Азия түбегінде орналасқан. Оны Қара, Жерорта, Эгей мен Мәрмәр теңіздері жан-жақтан қоршайды. Шығысында Грузия, Әзірбайжан, Иранмен және Армениямен, батысында Болгариямен, Грекиямен, оңтүстігінде Ирак және Сириямен шекаралас. Түркия дүниенің екі бөлігінде орналасқан мемлекет. Жерінің 97% Азияда, ал 3% Еуропада жатыр. Батысы мен шығысы 1600 километрге, солтүстігі мен оңтүстігі 550 километрге созылған. Жағалауының солтүстігінде Қара теңіз, батысында Эгей теңізі, солтүстігінде жерорта теңіздері шайып жатыр. Түркияның қазіргі таңдағы елордасы Анкара. Екінші ең үлкен қаласы. Халқының саны жағынан Стамбулдан кейін, жер көлемі жағынан Коньядан кейінгі екінші орын алады. Халық саны 5 миллион адамға жетеді. Анкарада ауа райы жазда ыстық болады, жауын-шашын аздап жауады. Ыстық ауа райы 35 градусқа дейін сирек болады. Қыста ауа райы суық, көп қар жауады. Ең төменгі температурасы 32 градус. Түрік асханасы 100 жылдап дамыған, және де түрік хандықтарынан бастау алады. Ал түрік хандықтарына елеулі әсер еткен грек, араб, Кавказ асханалары және де сонымен қатар ислам тыйымдары жоқ емес. Барлық ислам мемлекеттеріндегідей Түркияда тамақ дайындап қолдануға ерекше көңіл бөлінеді. Түркиядағы көп сұранысқа ие тағамдардың бірі пиде. Пиде пиццаға ұқсас түрлік және Қырым татарларының тағамы. Қайық тәрізді нан күлшесінен тұрады. Оған тартылған ет әдетте қой еті болады. Пидеге қызанақ немесе томат тұздығы, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, шөптер, қара бұрыш қосылады. Тағы бір кең таралған нұсқа ірімшік пен жұмыртқа қосылған пиде. Бәріміздің Түркия десе ойымызға бірден киім өндірісі түседі. Мысалы біз аналарымызбен базарға барғанда сатушылар турецкий киім дегенді естіген болармыз. Қазіргі таңда түріктердің киімі батысқа ұқсас келеді, бірақ бұл түріктердің ұлттық киімі жоқ дегенді білдірмейді. Түріктердің ұлттық киіміне шалбар, бос көйлек, сыртынан көйлек киеді. Әр елдің өзінің жеке тарихы бар. Түркияның тарихына тоқталайық. Түркия 13 ғасырдың соңында Кіші Азия түбегінде оғыздардан тараған көшпенді селжұқ тайпалары кірді. Сол кездегі ірі қуатты Византия империясы да оларға тойтарыс бере алмады. 1071 жылы Мансейкерт маңындағы шайқаста селжұқтар византиялықтарды күйретті. Нәтижесінде селжұқтар олардың Кіші Азиядағы Сирия мен Палестина иеліктерін тартып алды. Бірақ та Ирак, Иран, Сирия, Палестина, Кіші Азияны қамтыған селжұқ империясын біраздан кейін бірнеше бөлікке бөлді. Оның Кіші Азиядағы бөлігі өзін Коня сұлтандығы деп жариялады. Оның астанасы Коня қаласы болды. Кресшілердің жорықтарына Кіші Азия мен қиыр шығыстың корольдіктеріне тойтарыс бере алған Коня сұлтандығын 1318 жылы Хулагыл хандығы құлатты. Соған дейін 12 ғасырдың басында Шыңғыс ханның және оның ұрпақтарының шабуылдарына да тойтарыс берген.
Содан кейін Ертұғырылдың баласы Осман бей Византиямен күресте оның күші Азиядағы көптеген жерлерін тартып алды. Содан кейін 1299 жылы Осман Коньяк сұлтандығын тәуелсіздігін жариялап, Осман империясын құрды. Босфор бұғазының жағалауында Түркияның үлкен ірі портты қаласы Стамбул орналасқан. Ертеде Стамбул Шығыс Рим империясының елордасы болған. Қала ол кезде Константинополь деп аталған. 1453 жылы қаланы түріктер басып алып, жаңадан Стамбул деп атаған. Генерал Мұстафа Кемал Ататүріктің басқаруымен түрік халқының ұлт-азаттық көтерілісін бастап, нәтижесінде 1923 жылы қазанның 29-сында Түркия Республикасы құрылып, Түркия Республикасының тұңғыш президенті болып Мұстафа Кемал Ататүрік сайланды. Енді біз Түркияның мәдениетімен танысайық. Коnya қаласында тропикалық көбелектер бағы бар. Қыстың кезінде іші 30 градус болып тұратын 3000-нан аса көбелек түрі бар. Жылына 400 мың саяхатшы келетін орталық. Шынымен де ғажап. Айнала толы түрлі түсті, үлкенді кішілі көбелектер. Бұл табиғаттың ғажап сыйын қолмен жасаған әйнек ғимараттың ішіне жинап, оған жайлы орта жасау кім-кімнің ойына келе бермес дүние. Стамбулға әр қайта барған сайын адам қаланың жаңа қырын тани түседі. Стихиял атты тарихи көше. Көшенің төменгі жағы Галатта мұнарасына келіп тіреледі. Бұл жай ғана мұнара емес, тарихы сөйлеп тұрған мұнара. Ең басында ағаштан салынып, бұғаздағы кемелердің жүрісін бақылауға арналса, кейін ол қызметі маңызды болмай, өртті бақылау мұнарасына айналыпты. Қай жерден түтін шыққанын бақылап отырады. Ал қазір туристік нысан. Мұнара биіктігінен қаланы тамашалайды. Мұнараның биіктігі 61 метр. Стихиял көшесіндегі шіркеу қаланың нағыз мәдениетінің тоғысқан жері. 19 ғасырға тиесілі болса керек. Шіркеуді көріп, жанарлары жасаурап, жымия фотоға түсіп жатқан еуропалық жұрттың аяғы үзілмейді екен. Осылайша қазіргі таңға дейін жеткен Түркия қазіргі таңда туристердің шаһарына айналды. Ендеше біз видеоның соңына да келдік. Арнаға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.